Аударып дыбыстаған Аяжан К. Демалыс кезінде біз отбасымызбен бірге ауылға бардық. Және біраз серуендеп қайтайық дедік. Алдымыздан осындай үлкен жасыл алаң шықты. Анам табиғатты жақсы көргендіктен бірден әрине біз мұнда барамыз деді. Бірақ бұл жерде бірдеңе дұрыс болмады. Жан-жағымызда осындай көліктер жатты және олардың осындай үлкен сымықтары болды. Ал оларға жақындағанда өте жаман нәрсені көрдік. Қалжырап, қиналып жатқан жануарлар. Осы әрбір көліктің ішінде қиыншылық көрген ауыр халдегі жануарлар болды. Иттер, мысықтар, тіпті құстар. Біз әрбір көліктің ішін қарап, алаңда айналып шықтық. Әр жерде бірдей көрініс. Алаңның соңына жеткенде қашамен қоршалынған жерді көрдік, ал оның ортасында жылқы жатты. Оның арық болғаны сонша, тіпті денесіндегі қабырғаларын санап шығуға болды. Және де оның бетінде оның терісін жыртып жатқан жіп байлаулы болды. Бұл әрине де өте жаман. Менің атынан мұнда бірдеңенің дұрыс емес екенін бірден білді. Біз артқа қарай қайтып бара жатқанда, олар неге әлі ешкім полицияны немесе жануарларды қорғайтын органдарды шақырмаған деп сөйлесті. Біз осының барлығы жайлы бізге үйін уақытша берген тәтеден сұрамақшы болдық. Ол біздің жаңа ғана жеке территорияда болғанымызды айтты, және оның басшысы бүкіл уақыт бойы сендердің арттарынан аңдығанын айтты. Ол оның бәрін көріпті. Және де оған біраз жыл бұрын жануарларға қатыгездік танытқаны үшін айып тағылған екен. Бірақ бұл тәте оның әлі де осы істі жалғастырып жатқанын білмеді. Әрине де біз полицияны және жануарларды қорғайтын органдарды шақырдық. Олар ана жылқы мен басқа жануарларды алып кетті. Менің көргенім бойынша жануарлардың кейбіреуі қиыншылық көргені сонша тіпті жүре алмады. Әрине бұған қарау өте қиын болды. Өтінемін, жануарларды олай қинамайықшы. Не дегенмен соңында сіз түрмеге түсуіңіз мүмкін. Немесе көптеген қиыншылықтарды көресіз.